80'deki Sergevcan. Osıdan 80 yıl burun Sevr ayının 17. yıldızında Ortacız Kovrat'ın Bozban ruhunun bir şangırağına şar etip ulbala dünyaya geldi. Aybörünün alpamısı sekildi. Ulu Batır'dı silagan Bozbanlar evleti бұл балаға да аса құштарлықпен қуанышқа бөлене қарап еді. Қарт Қаратаудың теріскей бетіндегі жәукім Бозбан Бұлтбайдың шаңырағында шілдехана той болды. Ақсүмбе ауылы жапырыла қуанып, азан шақыртып, ұлдың атын Мүсәйяп қойды. Arap тілінен тікелей аударғанда Мүсәйяптың мағынасы шомар еді. Мүсәйяп бала өсе келе атына заты сай шындығында жомартжан болды. Адамның заты атына лайық болатыны рас екен. Мүсәйяп елінің аттал азаматы болып өсті. Жанына жақсылар мен жайсаңдардан дос-жораны көп жинады. Оңтүстік Қазақстан облысы Теріскей Созақ ауданы Ақсүмбе ауылы. Осы кішкене ғана ауыл Мүсәйяп Бұлтбайұлы ағамыз үшін киелі орын. Балалық шағынан бастап осы ауылда отанға деген махаббат сезімі оянды. Дәл осы Ақсүмбе ауылында оның көңілді де шаттықты, уайымсыз балалық шағы өтті. Туған жердің тұнып тұрған әсем көрінісі бойына еріксіз мақтаныш сезімін құйды. Тау беткейінен кекіліктерді өрге қарай қуалап ойнағаны, тау суын қосарлана бір арнаға құйып, кең далаға алып қашқан Қоламсақ пен Ағымылтық өзендері, төрт түлік малға төсін ашқан құтты жайлау қырлары, осының бәрі бала Мүсәйяпты туған жерге деген махаббат сезіміне бөледі. Қажырлылық пен қайсарлықты, туған жердің құзар шыңды тау мен асау желі үйретті. Шыдамдылық пен байсалдылықты шетсіз де шексіз бетпақ даласынан үйренді. Мүсәйяп қарғадайынан ат жалын тартып өсті. Мүсәйяп көкпар десе ішкен асын жерге қояр ағаларымыздың бірі ғана емес, бірегейі еді. Оның әкесі Бұлтбай да Қаратаудың теріскейі мен күнгейіне тең танымал шабандоз болды. Небір үлкен аламан ат бәсекелерінде көкпардан салым салып, қанжығасы майланып қайтатын. Бұлтекең тақымы мықты, білектілігімен танымал болумен бірге, аттың бабын бірден байқайтын атбегі еді. Оның бұл ісін өзгелер де үлгі тұтатын. Өткен ғасырдың 60 жылдарында Бұлтбайға еліктеген атбегілер қатары көбейе түскен еді. Бұлтекеңнің бұл өнегелі ісі осылайша бүкіл елдің пайдасын асты. Ана көрген тон пішер, ата көрген оқ жонар дегендей, Бұлтекеңнің үлкен ұлы Мүсәйяп та әрі шабандоз,
şağынан atqa құмарлығы үдей түскен Мүсәйят Жаңақорған ауданының Қызыл Жұлдыз Төменары кеңшарларында озат шопан болды. Мүсәйят Бұлтбайұлы Қаратау мен Сырдарияның арасында көкпар тартып мықтылығымен танылған еді. Ол кезде көкпар ойыны аяқталған соң көкпарды алып қашу деген болатын. Көкпарды діттеген жеріне алып кету үлкен мәртебе болатын. Көбіне әкелі балалы шабандоздар Бұлтбай мен Мүсәйят шалымдылық жасайтын. Теріскейдің Аққаптал әйгілі шабандоздары жер қауып қалушы еді. Сөйтіп Күнгей жағының мерейі үстем болып қалатын. Әкесі Бұлтбай дүниеден өткеннен кейін де Мүсәйят Құлагер, Қарагер, Көк ат деген тұлпарларымен талай салым салып, бәске тіккен бәйгесін жеңіп алып жүрді. Оныкі аты салым салса көңілденіп үйге қайту. Кейде үйге көңілсіз қайтқанда үйдегі жеңгеміз Абыз Қыпшақтың қызы Мәрия олжасыз қайтқанын бірден байқап қоятын. Мүсәйят тек көкпардың аттарын дайындайтын. Атты бәйгеге қыз қууға деп бөліп жатпайтын. Көкпардың аттарына деген қызығушылығы зор болды. Көкпар десе барлық ісін сырып қойып, атшабарға қарай бет алатын. Өзі аш болса да сол сәйгүлігінің жем-суын дайындаушы еді. Ойы кеткен тұлпарды қайда болса да қалап алушы еді. Өз қорасына әкелгенде бір рахаттанып көңілі орнына келетін. Мүсәйят ат та бала секілді, оны да тәрбиелеп күтіп баптау қажет дейтін. Сөйтіп жем-шөбін уақытлы тиісті мөлшерде беретін еді. Жем-шөп берудің де машақаты аз емес. Мүсәйят ат кемдеп, оны күтуден жалықпайтын. Уақытында мемлекеттік шаруашылықтардың бас шопаны болып жүрген кездерінде еңбегі бағаланып, еңбек қызыл ту орденімен марапатталды. Социалистік жарыс жеңімпазы атанды. Құрмет грамоталарымен марапатталды. Жасы ұлғайған шағында отан соғысы ардагерлерімен теңестірілді. Жеңістің 65 жылдығы, жеңістің 70 жылдығы медальдарымен марапатталды. Қазір Мүсәйят Бұлтбайұлы қарияның 5 ұл, 5 қыздан 36 немересі, 5 шөбересі бар. Ол етек-жеңі кеңейіп, бейнетінің зейнетін көріп отырған ұлағатты қария. Оның бүгінгі өскелең ұрпаққа айтар өнегелі әңгімесі жетерлік. 80-нің сеңгіріне секірген Мүсәйят қарияға дүниедегі бар жақсылықты тілегіміз келеді. Халқымның ерлігі еңбекте, арманы әнінде, қуанышы күйінде, бақыты бауырмалдығында, жасампаздығы жарқын істерінде деп түсінетін Мүсәйят қарияны бүгінде елі құрмет тұтады, ардақтайды. Амандық болсын, жамандық болмасын. Мүсәйят көке арамызда аман есен жүре беріңіз. Немере шөберелеріңіздің қызығын көріңіз. Гүлдей жайнап жүз жасаңыз. Қиясына өмірдің өрлеп көрдің. Ерім үшін ерімдей еңбектендім. Бейнетіңнің зейнетін нақ бағалап
sen birine 80'nin sergek geldin. Erkeletip nemere şöbürüsün, kärlikti köpeniz yelemesin, ürün butak orpağın sizben birge tirşiliktin kızıgın göre bersin. Saylaukan Jartıbaylı 29 Kırkıyık 2016 yıl